Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге капустаны қалай тұздау қажет, капуста по-корейски чимчи қазақша рецептін ұсынатын боламын. Менің арнама тіркеле кетіңіздер. Менің арнамда көптеген басқа да рецепттер бар. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал енді біз бастаймыз. Осындай 2 капустаны сыртын тазалап алдым. Өте көп мөлшерде жасасақ та болады, бірақ мен бастапқыда күнделікті жегенге осындай 2 капустаны алдым. Менің капустам өте тығыз. Капустаны алып, аяқ жағын кесіп, 5-6 бөлікке бөлеміз. Осындай бөліктерге бөліп, үлкен ыдысымызға салатын боламыз. Капустаны тұздап, біз қыстық кезде тамақтармен қосып жегенге өте тәбетті ашады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Қажетті мөлшердегі барлық затты описанияға жазып өтетін боламын. Міне үлкен ыдысқа барлық туралған капустамызды салдық. Енді үстіне міндетті түрде тұз себетін боламыз. Алты 7 үлкен ас қасықпен тұз салдым. Кейіннен ол аз болды. Өздеріңіз қарайсыздар. Су құйған кезде тұзы өтімді болуы қажет. Тұзды сеуіп болғаннан кейін үстіне кәдімгі кранда ағып тұрған суды құятын боламыз. Қанша су кеткенін мен описанияға жазып өтетін боламын. Ал сіздер ыдыстарыңызға, капусталарыңызға қарай капустаны сәл батып тұратындай етіп су құясыздар. Бетін жауып, үстіне ауыр зат қою қажет. Біздің үйде ең ауыр затымыз осындай 5 литрлік май болды. Басқа ауылды жерлерде тұратын болсаңыздар, үстіне ауыр тас, не болмаса басқа да нәрсе қоюға болады. Енді біз 1 апта, 2 апта көлемінде қойып қоямыз. Сол судың ішінде иісі шығады. Иісі шыққаннан кейін қорықпаймыз. Жуып алсаңыздар да болады, жумасаңыздар да болады. Міне капусталар дайын болды менде. Жұмсарған капусталар. Енді осы жұмсарған, сарғайған капусталарымызға біз міндетті түрде ащы жағып шығамыз. Бұл ащының жасалу жолын жазда түсірмеген екенмін. Алла қаласа осы жазда түсіретін боламын. Дайын түрін қолдандым, өзім жасаған. Осылай әрбір бөлігіне жағып шығамыз. Қатты ащы болып кетеді, сондықтан 5-6 бөлігіне жақсаңыздар жетеді.
мен капустаны жуған жоқпын. Сол күйінде, иісі шыққан күйінде ашыны жағып қойдым. Кейбір адамдар жуып жатады. Жусаңыздар да болады, ол ешқандай маңызды емес. Видеода көрсетілгендей ашыны жағып шығасыздар. Міне барлық ашыны жағып шықтым. Енді үлкен ыдысымызға суды қайнатып аламыз. Басқа суды, таза суды. Сөйтеміз да оны бөлме температурасына дейін суытамыз. Міне таза су бөлме температурасында мұздатылған. Осылай бетін жапқанша суды құятын боламыз. Және осы жерде түспей қалыпты, тағы да тұз саламыз. Татымына қарай тұз салып қоямыз. Бетін жауып, тағы 1-2 аптаға қоямыз. Өзі сап-сары болып дайын болады. Достар, менің каналымда басқа да рецепттер бар. Сгущенка мен какаоны қосып, пісіруді қажет етпейтін осындай тәтті шығаруға болады. Менің арнама тіркеле кетіңіздер. Ұнаған видеоларыңыз болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне менің капустам дайын болды. Қытырлақ, өте дәмді болып шықты. Ас болсын, сіздермен болған Айдана. Назарларыңызға рахмет.